Гүлдер сыры 3 бөлім. Бүгінгі бөлімде өте қызықты эпизодтарға толы болады. Катер үшін жылаған Зейнептің осы бір образы өте аянышты. Сен балаға қара, мен Түлайдың жанын шығарып келемін. Ол баланы көгертіп ұрған. Тіпті холодильниктегі жұмыртқаны алған үшін де, тамақ ішкен үшін де осылай сабап тастаған деп Катерді құшақтап, қазір мен келемін деп кетіп қалады. Осы кинода түсінгенім, анаға бала керек емес болса, онда ол бала әлемге де керек емес екені осы кино арқылы көрсетіп жатыр. Зейнептің үйіне барған Серхат, сен менің қасымда, яғни біздің үйде жұмыс жасайсың Зейнеппен бірге, әйтпесе ол қызды өткізіп жіберемін дейді. Осылайша Зейнеп амалсыздан Серхаттың үйіне тұру үшін әкесінен рұқсат сұрап, яғни ата-анасынан рұқсат сұрап, Зейнепті де өзінің сіңілісіне де ақша үшін құтқару үшін осы үйге келеді. Ал Түлай сырттан қарап тұрады. Сен қайда бара жатырсың? Шынымен де Катердің жоғалғанына алаңдамайсың ба дейді. Ал мұнда жаңа қызметші ретінде келген Зейнепке біртүрлі көзбен қарайды. Не деген ауылдың адамдары деген секілді өте біртүрлі. Сонда да жақтырмаса да қайырлы түн, қош келдіңіз деген сөзден тастамайтын әдепті Зейнепті ешкім ұната қоймайды. Серхаттың ағасы Жихан әйелі айтқанынан шықпайтындай етіп алған, ол әйелі есеп беріп жатыр. Міне бүгін бренд сумка алдым дейді. Кәні шегі қайда дейді. Шегіне дейін барлығын көрсетеді. Ал мұнда душқа түсіп жатыр, яғни Серхаттың бөлмесіне абайсызда душқа түскен Зейнепті Серхат көріп қалады. Шық, қарама деген осындай кішігірім көңілді эпизодтар бар. Ал мұнда Серхатты жек көретін әрі серіктесі тақырбас дей салайын. Осылай біздің серіктестіктен бас тартамын дегеніне ашуланып қалды. Не үшін бас тартасың дейді. Өйткені Серхат оның құйтырқы қылмысты істерін біледі екен. Одан кейін ағасына шығады. Інің неге менен бас тартты деп сұрақ қойып жатыр. Ал мұнда Зейнепті тергеп жатқан Серхаттың анасы. Сен нағыз ауылбайскейсің, сені қалай алған деп таңғалып жатыр. Жихан әйелі Азыраға, сенің шашың түсі өңіп біткен, шашыңа күтім жаса, өзіңді күт, салонға бар, тіпті бетіңе ота да жасау керек дейді. Бренд сумкасын оригинал емес сумкаға ауыстырып жатырған Азыраның қылығы. Ақша жинап біреулерге беріп жіберіп отыр. Екі қызды мектепте шу шығарып барлықтардың көзінше тәрбиесін жұрда екенін көрсетті, және бұны әкесі бұлай етуіне не үшін кінәлі екенін, Зейнептің кінәлі болғанын тағы да біліп қалады. Десе де Зейнепті ұнатады, өйткені оның көз алмай қарайды және оны жұмыстан шығарғысы да келмейді. Зейнеппен ішіндегі барлық сырын ақтарады. Осылай екеуінің алғашқы махаббаттары, жіпсіз сезімдері оянды десем де болады. Серхаттың қызының алғашқы пианодан кеші болғаннан кейін анасы тіпті барлық туысқандары жиналады, және осы кешке Жан деген Серхаттың ең үлкен ағасы да шақырылады. Бұған Жихан деген інісі өз ағасын жек көреді екен, өйткені Жиханның әйелі осы Жанның алғашқы махаббаты ғашығы. Серхаттың қызы осы бір пианода ойнаған кезде барлығының көзінше ысқырықпен, аубайский вариантпен Зейнеп ортаға шығады. Байлар таң қалады және мазақ етіп күледі. Тіпті Серхаттың анасы жақтырмай қарайды. Осы кезде Жан да Зейнептің жанына отырады, яғни Катердің жанына. Серхат болса олай істеме, ұят болады дейді. Бір кезде керемет әуен пианодан басталып жатыр. Осы кезде барлығы тамсанып, күлімдеп, тіпті Катер қатты қуанып отыр. Катер деген сөзін естіген Жан біртүрлі сезімде, өйткені ол құпиясын білетін еді. Ал мұнда Хаял керемет ән шырқап жатқан кезде әкесі оның оқытушы ағайына көз тиді. Оның қолында өзінің әйелін сияқты тату болды, яғни қарлығаштың татуы. Осыдан кейін әйелінің көңілдесі деп күдіктенген әрине Хаялдың ағайы, яғни ұстаз еді. Осы телефонды кеше ғана татуға барған кезде тіпті жасырынып жүрген екінші телефонынан әйелінің көріп қалған. Содан кейін ашуы қысып, бұл менің әйелімнің көңілдесі екен деп байғұс оқушы
оқытатын ағайды әбден барша адамның көзінше сабап түгін қоймай тастайды. Әзер дегенде Серхатты ажыратып алады. Ал мұнда барлық шындықты білген Жан ағасы қашып кетті. Жалғасы бар.